Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздерге қазір хит болып жатқан кері байланысқа арналған бағдаршам әдісін жасалу жолын көрсететін боламын, және осы Ганзи платформасында қандай жұмыстар жасауға болады, сол жөнінде шолу жасап өтетін боламын. Ол үшін біз Google-ға Ганзи деп осылай жазып аламыз. Осындай көк белгісі бар платформаға кіресіздер. Бұл платформада ағылшынша шығады, сондықтан сіздер міне жоғары жақта тұрған тілдің белгісін басасыз да өзіңізге ыңғайлы тілде орыс тіліне аударып алуыңызға болады. Не болмаса кез келген осындай платформада жұмыс жасаған кезде ағылшын тілінде шықса, ең жоғарғы жақта міне 3 нүкте тұр ғой, соны бассаңыздар, мына жерде перевести жазуын бассаңыздар, міне өз автоматом орыс тіліне ауыстыратын болады. Әрі қарай біз бағдарламаға кіру үшін начать Ганзи деп басасыздар. Мен бұл платформаға өзімнің Google аккаунтымен кірген болатынмын, тіркелгенмін. Сіздер де өз аккаунттарыңызбен тіркелсеңіздер болады. Одан кейін начать Ганзи басасыздар. Міне бізде осындай бет пайда болды. Бұл платформада әртүрлі жұмыстар жасауға болады. Мысалға, карандаштың белгісін бассаңыз, мына жерде өзіңізге керекті түсті таңдайсыз да, осы бетке міне жазуға болады. Егер де сіз интерактивный тақтада жұмыс жасасаңыз, осы платформаны ашып, осылай жазуға болады. Өшіру үшін міне өшіргіштің белгісін басып өшірсеңіздер болады. Мынау Т деген жазу, яғни осы интерактивный тақтада сіздер немен жазсаңыздар болады. Міне үстін бір рет басасыз, мышканың сол жағын басасыз бір рет, клавиатурамен жазсаңыз болады осылай. Өшіріп тастаймын, маған керек жоқ. Одан кейін мына жердегі әртүрлі формаларды міне жасауға болады. Міне төртбұрыш деген сияқты, домалақ деген сияқты қойсаңыздар болады. Корзинканы басып өшіріп тастаймыз. Мынау тұрған ең астыңғы жақтағы міне ең астындағы Tools деген батырманы бассаңыздар, осы жерде бағдаршам әдісін жасауға болады, кері байланысқа арналған. Яғни осы жерде біз өзіміз осы ақ бетті қолдансақ та болады. Ал мен ақ бетті қолданғым келіп тұрған жоқ, тақтаның үстіне қойғым келіп тұр. Тақтаның суретінің үстіне бағдаршамды қойғым келіп тұр. Ол үшін біз ең астындағы Add Media деген батырманы басасыздар, өзі галереяның осындай суреті пайда болады. Осы жерге мен ағылшын тілінде, яғни доска деген сөзін аударып алдым да. Осылай жазып аламыз да, поиск бассаңыздар, әртүрлі тақтаның неше түрлі осындай суреттер шығады. Яғни мен осындай тақтаны таңдадым. Тақтаны өзіміздің керегімізше үлкейтіп алуымызға болады, міне. Үлкейтіп алуымызға болады осылай. Тақтамыз дайын болды. Олай болса, осы тақтаның үстіне қазір бағдаршамды қоятын боламыз. Астыңғы жақта Tools деген батырманы басасыздар. Бағдаршамның үстінен басасыздар. Бағдаршамызды керекті жерге әкеліп қоямыз. Және астындағы көк батырманы бассаңыздар, бағдаршамды міне үлкейтіп, кішірейтуге болады. Осы бағдаршамды тағы да көшіру үшін біз ең жоғары жақта, сол жақта 3 нүктенің үстінен басасыздар, дубликат деген батырманы басасыздар. Осы кезде міне осылай бірнеше копиясын жасап алып, осы бағдаршамның үстіне оқушыларыңыздың аты жөнін жазып қойсаңыздар болады. Және осы бағдаршамыңыз қозғалып кетпеу үшін міне лог деген батырманы бассаңыздар, блокировка жасап қоя аласыздар. Ең астыңғы жақта Т деген белгіні басасыздар, текст, және өзіңізге керекті түсте таңдап аласыз. Мысалға, қанша нешінші шрифт болу керек, қандай шрифт болу керек деген сияқты, жирный болу керек па, осылай белгілеп аласыз да. Бағдаршамның үстіне келесіде мышканың сол жағын 2 рет бассаңыздар, 1 рет бассаңыздар, осындай бізде жазуға арналған бет пайда болады. Мысалға, мен қазір оқушымның аты жөнін жазамын.
осылай бірнеше оқушыларыңыздың аты жөнін жазып қойсаңыздар болады. Яғни бұл аты жөнін жазып қою үшін не үшін керек десеңіздер, сабақтың соңында қай оқушыға сіздің сабағыңыз түсінікті болды, түсініксіз болды деген сияқты кері байланыс ала аласыз. Мышка жаңағы міне бағдаршамның үстінен оқушылар сабағыңызды түсінсе жасыл басады, міне сары, міне қызыл осылай жанып тұрады біздің бағдаршамымыз. Осылайша бүкіл жаңағы бағдаршамның үстіңгі жағына оқушыларыңызды жазып қойсаңыз болады. Яғни бұл Ганзи платформасында тек қана бағдаршам әдісін ғана жасап емес, басқа да неше түрлі әдістерді қолдануға болады. Мысалы үшін сіз оқушыларға тапсырма берсеңіз, уақыт бересіз, осы жерде құм сағатты пайдалансаңыз болады. Міне құм сағат. Осылайша құм сағатты пайдалансаңыз болады, не болмаса басқа да әртүрлі міне сағаттың белгісі бар, және мына жерде group maker деген бассаңыздар, оқушыларды сіздер топқа бөле аласыздар. Міне add student деп тұр, осы жерде сіз өзіңіздің оқушыңыздың аты жөнін жазасыз да, мына жерде мысалы қанша топ болу керек деген сияқты әдістерді міне қолдана аласыздар. Әртүрлі міне ойындар бар. Яғни бұл жерде бұл платформаны барлық жаңағы нені мүмкіндікті пайдаланып, ішін ашып, қарап көру керек, қай ойын сабағыңызға пайдалы, не жасауға болады деген сияқты. Қазір енді бұл жерде мен сіздерге бағдаршам әдісін үйреттім. Яғни сіз өзіңіздің жаңағы жасап қойған бағдаршамыңызды сақтап алу үшін мына жерде оң жақта 3 нүктені басасыздар. Осы жерде save as деген батырманы басасыздар. Және міне мынау мен алдында жасап қойған кері байланыс. Осы жерде міне кері байланыстың атын жазып қойсаңыз болады. Қалай сақтайсыз? Кері байланыс, мысалы кері байланыс 5-ші А сыныбы деген сияқты, save деп басасыздар. Сақталды. Осы жерде сіз міне мына жерде display in деп тұр, осы белгіні бассаңыздар, мынау интерактивный тақтада бүкіл бетті алып тұрады, яғни бүкіл бетке көрсетіліп тұрады осы бет. Дәл осы жаңағы сақталған кері байланысыңызды біреуге жіберсеңіз болады. Міне яғни астыңғы жақта міне тағы көрсетейін, share батырмасын басасыздар. Копия жасап алсаңыздар болады. Міне копия жасап WhatsApp-қа жіберіп қойсаңыз, кез келген сыныпта өзіңіздің жаңағы осындай кері байланысыңызды сілтеме арқылы өтіп жасай аласыздар. Видео пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып, және де өзіңіздің достарыңызға, әріптестеріңізге жіберсеңіздер болады.